Танымал актер Біріккен ұлттар ұйымының климат өзгеріс жөніндегі елшісі Леонардо Ди Каприо мен басқа да шетелдік делегаттардың Экспо 2017 көрмесіне сапарын дүниежүзілік жабайы табиғат қоры қаржыландыратын болыпты. Бұл туралы жасыл экономиканы қолдау мен G-Global'ды дамыту коалициясы заңды тұлғалар бірлестігі басқарма төрайымы Салтанат Рахымбекова брифинг барысында мәлімдеді. Яғни қазір жабайы табиғат қорымен бірге үкімет пен қордың ірі келісімі әзірленіп жатыр деген сөз. Ал төрткүл дүниенің назарын аударған Экспо 2017 көрмесіне ең көп қонаққа елдерден келеді деп күтілуде. Әріптесім Айша Жақсыбергеннен білейік. Айша, сөз өзіңде. Нұрболат, жалпы Экспо 2017 халықаралық мамандандырған көрмесіне 2,5 миллион тұрақты қонақ келеді. Ал тіркеу датасы бойынша 5 миллион турист келеді деп күтілуде. Армысыздар, алдағы бірер минутта күллі әлем көз тіккен Экспо көрмесі жайында баяндайтын боламыз. Шетелдік туристердің дені Қытайдан, ТМД және Европа елдерінен келеді. Саяхатшылардың жалпы санының 88%-ын қазақстандық азаматтар құрамақ. Жоспарланған келушілердің санын ескере отырып, қала билігі қонақтар қалайтын аспаздықтарды есептеу бойынша кешенді жұмыс жүргізіпті. Мәселен, 2,5 мыңға жуық қонақ шығыс және европалық елдердің тағамдарын таңдайтын болады. Түркия мен таяу шығыстан ат басын бұрған 48 мың мейман, шығыс аспаздығын қаласа 41 мың турист, европалық тағамдар таңдайды. Жүргізілген талдау көрсетіп отырғандай, қазіргі уақытта қоғамдық тамақтану орындарының 45% европалық тағамдар даярлайды. 43% шығыс, 10% Азия мемлекеттерінің, 2% Америка құрлығының аспаздықтарына жататын тағамдар ұсынады. Бұл көрмеге келушілердің таңдауларын қанағаттандыруға жетерлік көлем. Экспо 2017 халықаралық көрмесіне 131 күн қалды. Ел үшін елеулі әрі жауапты кезеңге дайындық жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Ұлттың бет бейнесін айқындайтын әлемдік шарада отандық бірегей өнімдерді көрсету, оның қолжетімділігін қамтамасыз ету мен мемлекеттің де абыройын асырады. Осы орайда отандық өнім жанашырлары Қазақ қымызы ассоциациясын құрған болатын. Жауапты мамандар ұлттық тағамның сапасын жаңа деңгейге көтеру мақсатында алғашқы отырысын жасады. Алдағы жоспарлармен бөлісті. Іс-шара Қазақ қымызы қымыз өндірушілер қауымдастығының мүшелеріне арнайы сертификат табыстаудан басталды. Бірлестік Жамбыл облыстық кәсіпкерлер палатасының тікелей мұрындық болуымен құрылған. Алғаш рет бұл 2016 жылы аймағымыздағы ірілі-ұсақты шаруа қожалықтарының басшылары мен кәсіпкерлер бас қосқан семинар барысында көтерілген екен. Көп ұзамай ойға алынған тірлік те анықталып, кәсіпкерлер күш біріктірген. Осы қымыз деп бастадық. Осы қымызды қазақтың жарым халықтың бетін бер бұрсақ, біздің халқымызға өте көп денсаулығы жақсы пайда болады деген еді. Бүгінгі Құдайға шүкір, мына 3-4 жылдың ішінде біз жалғыз Қазақстанның емес, бүткіл жер дүниенің бетін бері қарай қараттық. Қауымдастық мүшелігінде қожалық басшылары мен кәсіпкерлерден бөлек ғалымдар да бар. Олардың басты мақсаты отандық өнімді әлемге әйгілі және сұранысқа ие сусын ету. Қазірдің өзінде ойшылдардың үздіксіз ізденуі нәтижесін беріп, қымызды 72 сағат емес, 60 күнге дейін сақтау мүмкіндігі туды. Осы арқылы экспорт мәселесінің де шешімі табылып отыр. Осы қымызды порошокқа айналдырып жатыр. Порошоктан содан кейін таблеткаға айналдыру болады. Ол таблеткаларды мысалы суға араластырып не қылса, кәдімгі нағыз қымыз не болады, продукция болады. Экспортқа шығып жатқан жоқ. Неге десеңіз, мынау Қазақстан біздің ұлттық стандарттардың несі сақтау мерзімі 3 күн болып отыр да. Сондай қысқа мерзімде біз үлгеремей жатырмыз. Шара барысында алдағы уақытта қымыз мұрындық 2017 бүкіл әлемдік мейрамын өткізу талқыланды. Нәтижесінде сәуір-мамыр айларында облысымызда ғаламат мереке тойланып қалуы ғажап емес екендігі айтылды. Себебі ұлттық тағамның экспортқа шығып үлкен сұранысқа ие болуы. Экспо 2017 көрмесі кезінде қымызды эксклюзивті тағам ретінде көрсету мүмкіндігін арттырса керек. Нұрболат Жолдасбек, Ермек Кеншімбек, Jet News.